62 сабақ біздің жобамыз дейді. Табиғат және біз дейді. Мәтінді оқы дейді. Айналамызға көз жіберсек, алуан түсті бояуға малынған сұлу көріністі байқаймыз. Ол суреттің ішінде ағаш та, бұта да, шөп те, өзен де, көл де, тау да, тас та кіреді. Бұлардың бәрі сені қоршаған дүние мен табиғат деп аталады. Осы дүниенің ішінде сен де барсың. Қоршаған ортаны танып білу үшін оны бақылаймыз. Адам көп нәрсені табиғаттан үйренеді. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігін бақылап, оларды қалай өсіруге болатынын білдік. Ендігіп өнім алды. Жануарларды бағып, оларды жүн, сүт, ет алу жолдарын меңгерді дейді. Балалар табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар дейді. Мәтінді соңғы сөйлемнің айтылуы ырғағы мен тыныс белгісін назар аудар дейді. Балалар табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар дейді. Бұл жерде лепті сөйлем. Қарамен жазылған сөздердің қатыстырып лепті сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, қараңыздар мына жерде. Мына қарамен жазылған сөздер мына жерде бұта, ағаш, шөп, өзен, көл, тас екен. Енді қараңыздар, бұларды лепті сөйлем қыламыз. Мына ағаш қандай биік? Неткен дәу бұта? Мына шөп қандай жасыл? Өзен көлдің суы қандай мөлдір? Қандай биік тау? Мына тас қандай үлкен? Өйстіп лепті сөйлем қылып, лепті сөйлем құрап жазады екенбіз. Енді екіншісі, балалар, қараңыздар, екінші жаттығу сұрақтарға жауап бер, мұғалім көмегімен дұрыс жауапты біліп ал дейді. Көктемде бірінші болып қандай құс келеді? Балалар, бірінші қарлығаш келеді екен. Ағаш бұтағын сындыруға бола ма? Әрине жоқ. Егер құс ұясын көрсең, не істейсің дейді. Тиіспеймін, жем беремін. Бұл жерде, балалар, төртінші, орманда от жағуға бола ма? Әрине болмайды. Жоқ, болмайды. Себебі орманда өрт шығып, ағаштар мен құстарға қауіп төніп, зиянымыз тиеді дейді. Тек қана құстар ғана емес, ол жерде жануарлар да бар. Сол үшін жоқ, себебі орманда өрт шығып, ағаштар мен құстарға қауіп төніп, зиянымыз тиеді деп жазамыз. Енді бесінші, бөлме өсімдіктерін күтім дейді, жасайсың ба дейді. Оларды суғарып тұрамын дейді. Жазасыздар. Оларды суғарып тұрамын деп жазасыздар. Туған өлкенге қандай өсімдіктер өседі дейді. Балалар, туған өлкемізде бақбақ, қоңырбас, бидай. Бақбақты бәріміз білеміз, бидайды де білеміз. Қоңырбас деген, тағы басқа көп деген өсімдіктер өседі екен. Қызғалдақ. Көшеде қоқыс жатса не істейсің дейді. Балалар, көшеде қоқыс жатса, қоқыс жәшігіне тастаймын деп жазасыздар. Гүлзардақ өсіп тұрған гүлді жұласың ба дейді. Әрине, жоқ, оны жұлға болмайды. Жоқ, жұлмаймын деп жазамыз. Үшінші жаттығу. Табиғат құбылыстары туралы мақал мәтелдер мен жұмбақтарды жинастыр дейді. Балалар, қараңыздар мына жерде. Нөсер алдында найзағай ойнайды. Күн күркіресе көп дүркірер. 60 күнде тасыған су. Күркіреген бұлттың жаңбыр аз. Бұлар балалар мақал. Туған ай тураған етпен тең дейді. Тураған етпен тең дейді. Туған ай тураған етпен тең дейді. Су аққан жерінен айнымас дейді. Жел түбі азық, шекен түбі қазық дейді. Міне. Ал жұмбақтар дейтін болсақ, мына жерде екі-ақ жұмбақ жаздым, сіздер өздеріңіз тауып жазыңыздар. Отқа жанбас, суға батпас, мұз екен. Аяқ жоқ жүреді, сылқ-сылқ күледі су. Өйтіп жазасыздар. Енді келесі, балалар. Табиғатты қорғайық тақырыбынан нұсқалық құрастыр. Ондағы сөйлемдерді байланыссыз арқылы белгіле. Жұмысының нәтижесін сыныптастарымен көрсет. Бағала дейді. Балалар.
Бұл жерде қоршаған ортаны ластама, қоқыс тастама. Қоршаған ортаны не істеме, ластама. Нені ластама? Ортаны. Қоқыс тастама. Не тастама? Қоқыс тастама. Өйстіп, бір-бірін байланыстырып жазасыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.